Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі жұп-жұқа болып шығатын құймақтардың рецептімен бөлісемін. Бізге керекті заттар: сұйық май, қант, жұмыртқа, су, сүт, ұн. Алдын ала дайындап қойған ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды, сүтіміз бізде жылы болуы керек, және ас содасын және де сұйық майымызды қосып, менчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіліп дайындалып қойған ұнымызды да салып, оны да жақсылап араластырамыз. Міне, менде осылай қоюлықта болды. Енді мен жылы суымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Міне, қамырымыз осылай болуы керек. Табамызды алдын ала қыздырып, сұйық май жағып аламыз. Және де бір ожаудан құйып, жұп-жұқа етіп, барлық жеріне тигізіп, осылай құйып аламыз. Міне, құйып алдық. Енді осы екі беті де қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Барлық құймақтарымызды жақсылап осылай етіп пісіріп аламыз. Екі жағында қып-қызыл етіп пісіріп аламын. Міне, құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұп-жұқа болып шықты. Сіздер жасап көрсеңіздер болады. Рецепт тексерілген. Осы рецептпен мен күнделікті құймақтарды дайындаймын. Видеоны соңына дейін көріп, видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Әлі алда көптеген рецепттер болады. Сол себепті менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Жансұлу.